Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін дәруменге бай, иммунитетті көтеретін үй жағдайында сусын дайындайтын боламыз. Бұл сусынның құрамындағы заттар ағзаға өте пайдалы. Гемоглобиндеріңіз түскен болса, осыны жасап ішіп көріңіздер. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: бір дана сәбіз, қызылша, алма және де гранат. Осының барлығын тазалап жуып, ашып аламыз, және де суық 250 мл су қажет. Ешқайсысын пісірудің қажеті жоқ. Бізде сәбіз бен қызылшаны пісірмейміз, осылай шикі күйінде пайдаланамыз. Енді біз бұны блендерде дайындайтын болғандықтан барынша жіңішкелеп турауға тырысыңыздар. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай ең бірінші алмадан бастап турадым. Блендерда жақсы езілуі үшін, блендерға өте қатты салмақ түсірмеу үшін. Келесі сәбізді де солай. Өте үлкен сәбіз болса, сіздерде ортасынан 2-3-ке бөліп жіберіңіздер. Өте үлкен сәбіз болмаса да 2 бөлікке бөліп жібердім, блендерда жақсы өту үшін. Келесі шикі қызылшамызды алып ортасынан бір бөліп, оны да жіңішкелеп турап аламыз. Гранатты тазалап аршып алдық. Енді біз осы дайын болған заттарымызды блендерға салып, езіп аламыз. Блендерімізға бірінен кейін бірін алма-кезек саламыз. Үстіне жарты стакан су құюды ұмытпаңыздар. Егер сулы болған қаласаңыздар, 1 стакан құйсаңыздар да болады. Блендерда жай жылдамдықтан бастап, жоғарғы жылдамдыққа қарай қосамыз. Мінекей біз араластырып болдық. Осындай қоймалжың, сұйықтау зат шығады. Бұл сусынымыз дәруменге бай, өте дәмді болып шығады. Сіздерде дәмін көріңіздер. Және де қалған екінші бөлігін тағы да блендерге салып, тағы да араластырдым. Оны тағы да 1 стаканға құйып аламыз. Өздеріңіз байқасаңыздар, осы 4 заттан бізде 2,5 стакан сусын шықты. Үй жағдайында жасап көріңіздер, өте дәмді шығады, әрі сіздердің ағзаларыңызға өте пайдалы болады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Оны жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз.